Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан тез жасалатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен қатпарлы қамырымызды осылай төртбұрышты немесе домалақ етіп формаға келтіріп жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды жайып болдым. Енді бір жұмыртқаны алып, ағы мен сарысын бөліп аламыз. Біз мына қамырдың ішіне сарысын жағып шығатын боламыз. Толықтай жағып шығыңыздар. Одан кейін үстіне қант, яғни құмшекерімізді себеміз. Мен аз ғана септім. Егер тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, көбірек сепсеңіздер болады. Одан кейін корицаны септім үстінен. Бұны да жұқалап септім мен. Ұнататын болсаңыздар, дәміне қарай көбейтіп сепсеңіздер болады. Енді қамырымызды рулет құсатып, жаймеңдеп осылай ораймыз. Сосын жіңішкелеп емес, бір жарым, 1 сантиметрдей етіп кесіп шығамыз. Үлкендеу көлемде қаласаңыз, одан да үлкен қылып кессеңіздер болады. Асты жабыспас үшін пергамент қағазын төсеп, осылай бәрін орналастырдық. Арасын кішкене алшақ етіңіздер. Қазір көлемі үлкейгенде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Сосын жаңағы жұмыртқамыздың сарысын осылай үстіне жағып шығамыз, бәріне жететіндей етіп. Және кішкене ғана құмшекер, яғни қантты сеуіп шықтым. Мінекей 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне булочкаларымыз пісті. Дәмі керемет, әдемі болып шығады, әрі ең бастысы тез дайындалады. Уақытыңызды үнемдейсіз. Және де дастарханға осылай қойсаңыз, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Каналыма тіркеле кетіңіз. Қолдауыңызды күтемін. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.